Қайырлы күн, құрметті көрермендер, енді стористе көріп отқан шығарсыздар, күніге бізге тауарларымыз келіп жатыр. Алдыңғы күні мысалы Адвия келді, одан кейін Capital Prog, Агровит фирмаларының өнімдері келді. Бүгін же Армавир компаниясы келіп жатыр. Вакциналарымыз бар, Армавир компаниясының өзге де өнімдері бар. Ішінде және жаңадан келген бұрын соңды болмағанда тауарларымыз бар. Қызықтың бәрі соңында, оны енді соңында айтатын боламыз. Мына позициялардың бәрі келді, енді жеке-жеке түсіндіруге тырысатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Бірінші міне таныстырып өтсек, АСД3, енді бұл жерде жартысы тұр. АСД3-ті білетін шығарсыз, 100 мл, одан кейін АСД2-нің литрліктері келді. Дәл осындай болады, мүмкін көрмегендеріңіз де бар шығар. Және Брадзот энтеротоксемияның вакцинасы келді. Бұл бізде бітіп қалған болатын, өздеріңіз де білесіздер. Тапсырыс беріңіздер, қазір нағыз осы вакцинаны салудың маусымы десек болады. Одан бөлек біздің хит вакцинамыз, пастанарымыз 8-де келді. Бұл енді ассоциацияланған вакцина. Бұл жерде пастерлез бен кластридиоздар бірге жүреді. Мысалы, қарасан мен пастерлез бір флаконда деген әңгіме ғой енді. Ары қарай жалғастырамыз. Бізде Пастервакарым 2 бітіп қалған болатын, пастерлездің вакцинасы. Және де осының астында лептоспирозның вакцинасы тұр, оны түсірсем болады. Вакцина ВГНК. Лептоспирозның да вакцинасы келген болатын. АСД3-тің жартысы екеуі жерде тұр. Мына бізде новинка, бұны қазір видеоның соңына қалдырамыз, әдейі қызық болсын деп. Интрига формул вакцина, қарасаның вакцинасы, 50 дозалық 100 мл. Осының 10 дозалық түрі де бар. Есіңізге сала кетеміз. Егер малы аз болатын болса, 10 дозалық түрі бұл бірінші жерде арзан түседі, екіншіден өте ыңғайлы. Қолданғанда ыңғайланысына кішкентай 20 мл қаптамада болады. Мына жерде против сальмонеллез, пастерлез, энтерококк инфекция, бұл шошаның вакцинасы. Новинка деп айтуға келем екен. Өткенде алдында бір партиясы келген кезде алдырған болатынбыз, және екінші партияда тағы да тапсырыспен алдырдық. Шошаға дейін вакцина бар деген сөз ғой енді бұл. Мына жерде сыворотка 9 валентті қан сарысуы тұр. Енді бұны таныстырудың қажеті жоқ шығар, бәріңіз білесіздер, жаттап алыңыздар. Арбап, енді бұл новинка деп те айтсақ болады, бірақ өткенде алдыңғы партияда алдырған болатынбыз. Ол тез уақытта бітіп кетті. Сөйтсек, бұл өте маңызды, сұранысқа ие вакцина екен. Соны біліп, енді көп мөлшерде алдырттық, сондықтан соны өзі бітіп қалуы мүмкін. Тездер тапсырыс беріңіздер. Ол қандай вакцина десеңіздер, Амвап, бұл құтырыққа қарсы вакцина. Бұл жерде сиыр, қой, жылқы, түйе, шошқа және итке дейін салуға болады құтырыққа қарсы вакцина. Қазір Қазақстанда негізі актуалды тақырып құтырыққа қарсы вакцинаны алып тастады деген. Сондықтан міндетті түрде салу керек болсын. Одан кейін сальмонеллез телят деген біздің армавирский вакцина бар еді ғой, ол да келді. Сальмонеллез телят, және де қазіргі таңда өте актуалды мәселе болып жатқан. Бізде сиыр малында, ірі қара малындағы нодуляр дерматит, ұсақ малдағы шешек ауру, оспа, шешек, күл, кім қалай ыңғайлы солай айтады. Сол ауруға қарсы вакцина. Қойларға 100 доза, шешекке қарсы, оспаға, күлге немесе қарсы. Ал нодулярный дерматит, орысша түйінді дерматит, қазақша сиырға 10 доза. Осы вакцинамыз келді. Қазір салып қою керек бұл вакцинаны. Былтыр күз уақытысында нодуляр дерматитпен бізде Алматы облысында, басқа облысында білмеймін, Жетісу облысында өте көп мал ауырған болатын. Дерматитпен көп адам келді сұрақ бойынша. Шығыны 2 есе шығындалып кетті. Оданша миды тыныш қылып, осы вакцинасын салып қойып отқан дұрыс емес па? Және бұның емі кішкене сәл қиындау ше, бір препаратпен бір жазып кете салатын емдер емес та. Сондықтан ауырмайтын жол іздеу деген осы әңгіме ғой. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздеу деген осы вакциналар келеді. Соңында 2 новинка вакцинаны қалдырамыз деп қой. Қалдырдық. Көріңіздер, біріншісін таныстыратын болам. Бұл Миодиавак деп аталады екен. Толық аты вакцина против вирусных и бактериальных кишечных инфекций крупного рогатого скота, сорбированная, инактивированная дейді. Ішін ашып көрейік, неге қарсы екен, өзіме де қызық болып тұр. Міне осындай болады екен. Мәди сен жақсылап жүре бер, мен аны бір көріп жіберейін, не аурулары екен. Түсінікті. Бұл төлдерге арналған вакцина, бірақ төлдің өзіне салынбайды. Бұл төлдің шешесіне салынады ғой. Колостральный иммунитет дейді, яғни анасынан төліне берілетін иммунитетті айтады ғой, колостральный иммунитет деп. Сүт арқылы берілетін деген сияқты. Мынандай ауруларға қарсы екен. Коронавирус, ротавирусный инфекция, колибактериоз и кластридиоз екен. Бұл жерде енді төлдер ауырмас, білесіздер, колибактериоздармен төлдер ауырады. Төлдер барлық жануардың төлі ауырады, іш өтуі, ішектік инфекциялы аурулар болып табылады. Осыны алдын алу үшін енесіне малдың, төлдің шешесіне егіп қояды. Одан кейін кластральдық иммунитетпен сау төл туылады. Сонда одан кластридиоздар да бар екен, менің бір қуантатыны. Білесіздер, төлдеріміз өкінішке орай кластридиозбен өте көп ауырады. Ротавирус және коронавирустық ауру.
колибактериоз бар, кластридиоз бар. Осы аурудан қорғайды екен. 2 мл салынады екен, 2 рет салынады 21-28 күн интервалы. Және де екінші вакцинасы, яғни 2 рет салынады деді ғой, арасы 21-28 күн, бірақ екінші вакцинасы алдын төлдеуіне дейін 3 апта бұрын салыну керек. Одан кешіп қалса болмайды деген сөз. Екінші жаңадан келген вакцинамыз бұл міне. Сырты некробактериозм және пастерлезм, пастервакармға және некробактериозм вакцинасына ұқсайды екен. Вакцина против эшерихиоза животных Коливак К88, К99, 98, 7П, F41, ЛЛ, ТС, антитоксин. Мыналар К88, К99 деген бұл жаңа тип сияқты аусылда бөлінеді, осы деген сияқты. Эшерихиозда екінші аты бұның колибактериоз деп айтады. Бір жерде эшерихиоз дейді, бір жерде колибактериоз дейді. Бұның қоздырушысы эшерика коли. Бұл әдетте төлдер ауырады. Барлық төлдер ауырады. Барлық жануардың төлдері. Жылқының құлыны ауырады, сиырдың бұзауы ауырады, қойдың қозысы ауырады деген сияқты, шошқаның торайы ауырады деген сияқты. Бүкіл төлдер ауырады. Және де туа салысымен ауырады. Қозы туа салысымен ауырып 5-7 айға дейін іш өтуімен ауырады, ал бұзау 5-7 күннен кейін барып, жаңа 5-7 айға дейін ауырады. 5-7 күннен кейін барып ауырады. Осындай вакцина екен. Колибактериоз бұл жерде бізде шаруашылықта өте кең таралған ауру, немесе эшерихиоз, қалай айтсақ та дұрыс. Қалай салынады десе, әр жануарға әртүрлі салынады екен, ол жай тоқталып отпай қояйық. Буаздарға салуға болады екен, бірақ мен буаздарға салуға болатын енді логично түсінікті ғой, енді қозыға салсақ иммунитет қалыптасып үлгермей қалуы мүмкін деген сияқты. 2 айға дейін, төлдеуіне 2 айға қалғанға дейін салуға болады екен, және салып қою да керек. Ары қарай енді алдағы уақытта жақсылап видео өңдеу жолдаймыз осы видео туралы, осы вакцина туралы.